Ой, бай қазір не істеп отырған, ұйықтап отқан жарай рахаттанып, жұмыстарын бәрін бітіпті. Айлық енді ақша керек еді, ақша сұрау керек еді. Наны бәрін қиын болып кетті жасау жүр, жалғыз өзім. Ой, мақұл, мына жақта тауық жүр ғой, тауықтар. Базар жақ. Мына жақта не істеп отыр екен, бай дейтін. Сені өлтірем, бүткіл жанымдағы бүткіл адамдарды өлтірем. Түсіндің ба? Чего не айтып отыр анау? Мен бәрін дейді. Анау не істеп отыр, анау қуама. Сөйлеп отыр. Жоқ. Мен саған бүткіл бәрін өлтірем мен дейтін. Олардың бәрін өлтірем. Ана жаңадан келген көршіні көрдің ба? Соны өлтіремін мен дейтін аңыстырғанда. Чё мен туралы айтып отыр ма анау? Олар бәрін білгісі келеді. Менің қандай секреттерім бәрін білгісі келеді. Оны өлтіремін. Аты өлтіремін. Чего мен айтып тұрмын анау? Жоқ, қаштым мен. Жем анау. Жоқ. Қаштым мынау. Көрші өлтіремін. Қашу керек надан, ё-моё. Аяғым жема. Что-то. Кеп. Ё-моё. Түсінбеймін ғой. Ема. Көрші. Қазір. Түсінбеймін ғой. Не қылдың ей? Қазір, күте тұр, қазір. Ойма. Түсінбеймін ғой. Ассалаумағалейкум, қалайсың? Уағалейкум ассалам. Шүкір, жақсы өзің. Ема. Бүгін жаман түсті көрдім. Шағансың ау дейме? Қарас терлеп кеттім вообще дейтім бар ғой. Чё там, не болып қалды? Жұмысқа... Не болып қалды дегенде, сен жүр үйге. Мен ішім басып кетті ғой үйде не? Ішім түсіп кетті дегенес. Короче, кеші ғана қоран... Ау? Сен түнімен шаршайсың, рахат, ұйықтайсың сосын. Мен дым жасамаймын сосын менің ішім... Короче дейтін, ана жерде қоран жасап қойдым, көрдіңіз ә? Мен көрсетейін де сізге. Қораны, көрсетші айтпақшылайсың. Короче, кеше жасап тағым ғой, кеше сіз қонаққа ма бір жерге кетіп қалып едіңіз ғой да, қателеспесем. Кеше үйде жоқ едіңіз, короче дейтін, кешесем. Короче, вот, ана жаққа алдайды, кімдерді алып кіріп қойдым, қазір тамақ берейін, қазір тамақты алып береміз. Ой, молодец. Енді адал жұмыс істейміз ғой біз дейтін. Вот, беріп қояқ өйсіп. Енді бұйырса балалар болады жар енді. Әрекет жасап атақ, енді нашыға бір тағыр айғырма, сондай керек. Жұтанау. Молодец. Болды, сонымен де басқа жұмыс жоқ дегендей ғой. Тағы не істеу керек енді, бір жұмыс жасау керек па? Саған, ошым саған бірдеңе айту керек. Жұмыс бар. Ошым саған қазір міне заттарды берем. Ошым біздің осы ауылға білесің бе, бір ата көшіп келатыр шал. Ой, біздің ауылға ма? Жаңалық десең. Соған арнайы бір үй салып беру керек. Безендіріп ма саған заттарды берейін жатырмын. Үй ма, или сіздің үйіңізді безендіру керек па? Менің үйімді білмеймін, әйтеуір бірдеңе қылып істеші, әйтеуір мен өзім түсінбеймін. Окей, короче, күтіп алу керек қой да? Күтіп алу керек қой да? Күтіп алу керек қой. Жүріңшеш, онда сіз маған көмектесерсіз, жүріңшеш сізде. Талинкалар бар ма тағы да, мынандай талинкалар, тарелка, то есть талинка деп алыңыз десе керек болады ғой. Үйіңізде одан білмейсіз десең, ойнайдың білмейді. Қайдасыз. Короче, сізден еще дейтін бірдеңе сұрайын деп жүрсеңіз. Короче, дейтін, кешегі алдың күнгі әңгіме сақыңызда не болған? Бүйтіп қарыңызшы. Не болып кеткен сақыл? Мақыл. Короче дейтін, алдың күн дейтін, неміз табалған жоқпыз да, короче дейтін, аты қандай еді құрсын. Көмектесіңізші, не істеп жатсыз? Ой, темекші.
Жаман ойланып кетесіз ғой дейтінсіз. Короче, не емес па, короче, алдыңғы күні дейтін. Алдыңғы күні біз зат көрдік қой да, аталғандай, короче, біз өзіңіз білесіз да, алдыңғы күні дейтін. Иә, қорқыныш бірдеңе бар. Иә. Короче, содан бірдеңе сұрайын деп едім, шыныңызды айта беріңіз, айтпасам болмайды, өлтірем. Қандай шынды да не айтыпсың? Басың жасай ма сенің? Ойнайды, өлтірмеймін. Жош, короче, білмеймін, бүгін мен еще бір түс көрген сияқтымын. Короче, дейтін. Қандай түс? Короче, білмеймін, сіз біреуді өлтіріп аттыңыз, еще мен артынан қуып бараттыңыз ғой сіз дейтін. Ой, жоқ, ой, не айтып отырсың сен? Так, что-то не болады. Серьезно? Шыныңызды айта беріңіз, мен білмеймін, мен как будто сіз бірдеңе жасап жатқан сияқтысыз. Серьезно айта беріңіз, мен натуре айтамын. Білетін сияқтысыз. А если айтып жатсаңыз, арамызда қалады ғой, если че. Ой, жоқ, ой, ондай жоқ менде. Серьезно? Айтып жатқанын түсініп жатқан жоқпын. Е? Точно? Кетіп қалаға. Жай ғана түс шығар ол сен. Ой, жоқ, түс мақұл, түс болады шығар, бірақ енді алдың күнгі енді ол түс емес шығар, енді анық та, Е, ол енді түс емес. Демек, сонда... Білмеймін, сіз бірдеңе жасап тұрсыз, натуре айтам бар ғой, білмеймін бар ғой, сен дей берейінші, да, сен дей берейін. Шеш. Жүріңіз еш далаға. Короче, мақұл, сосын айтарсыз ғой онда шындығыңызды да. Онда қазір мен анары бірдеңе жұмысын жасай берейін, онда сіз бара беріңіз өзіңіз андайыңызбен, короче, дейтін. Все. Давай. Короче, блин, қалай, короче, қалай айтқызуға болады мынаны дейтін, yo. Короче, ол натуре бірдеңе жасырады сияқты бар ғой. Жылқыларға жалко, мен жылқыларым болғанда қазір сатып үй сатып алатын ем. Мақұл. Жұмысын жасай берейін әзірге, сосын көрсетарымыз. Короче, все, болды, сонымен бітердім. Ұйқына келіп отыр, короче, бітіргем деп байға айтып кетейін, сонымен үйге барайын, Базар жоқ, үй әдемі, бірақ. Мен де осы тұрсам болмайды, бірақ. Мақұл қоя бер. Сосын аламыз өзі ондай үйді. Жабамыз. Эй, бай, қайдасың, бай? Қайда екен ол? Ой. Түкірі... сен... не істеп жатсың ол? Кет, жақындама. Дұрыс түсінбей қалдым, көрші. Қалай түсінбей қалдым? Ой, дұрыс түсінбей қалдым, шынымен көрші қорқпай қой. Жүрші дұрыстап түсіндірейін. Түсінбеймін, түсіндірме, жақындама, өлтіртем, жақындама деймін. Қуасың ба сен мен? Қалай түсінбей қалам мен, анау дейтін. Мені қара, сенбесең мені өзіңе берем, Натурбек қан емес нау. Кім мына вообще анау өзі? Бұл білмеймін кім екен. Білмеймін деген несі? Сонда вообще кім анау, айтайықшы, айт давай. Шынды ма? Түсіндірем деймін өзім, жүш. Точно да? Мақұл саған сенім, жүр. Бірақ қазір бірдеңе өлтірем, давай, кел, давай, бол. Шын айтам, иә. Жүр, саған көрсетейін. Өйткені уже... Түсіндіру керек саған. Шынымай. Қай кетіп бараттыңыз вообще? Мына жерге ма? Отыршы, саған дұрыстап түсіндірейін, ошым. Ойбай нау, надел чарды, как күтетір. Ой, алайын. Ей, қайтан жаға салыңыз қазір. Сөйтейін, жаға салайын. Ошым, шөйзей. Ау. Саған түсіндіретін болсам, бұл өлік, яғни менің жолдас балам болған. Дос балам? Ол не істеп жүр сенің үйіңде? Оны енді жемелеп түсіндірем, тыңда. Ол яғни менің жан досымның дос балам болған, яғни біз бірге бір компанияда жұмыс істеген болатынбыз. Одан кейін сол компанияның иелері, яғни сол компанияның иелері осы менің дос баламды көре алмаушылықпен оны азаптап өлтірген болатын. Сондықтан бұның трупы, яғни өлігі менің үйімде. Мен бұны жасырып отырмын.
Алар бул туруп билетін болса, бул жагып өртей жиберуи мүмкүн. Блин. Ескіше кешір қой, енді білмеймін ғой, енді мен дейтін, өйткені ана жақта кешір өзің білесің, ана алдың күн, то есть не шыққанын да, түсінесің шығарсың, ә мен де. Түсінем. Енді мен саған сенім білмеймін енді. Осындай көріп атса. Бірақ енді аналарға қайтару керек сияқты ма, қалай ойлайсың? Яғни сол компаниядағы там. Соның жоспарын құрып жүрмін ғой өзім. Блин, ондай, короче, сондай әңгіме дейсің ғой да. Негізі қалай ол қандай компаниялар вообще сол қызық болып тұр да, негізі дейтін мықты жерде жұмыс ететін сияқты ғой, иә досың негізі. Иә, ең үлкен, ең әлемдегі ең бай компаниялардың бірі болған. Мақұл, онда олардың жаман іс қимылдарын, іс пиғылдарын әшкерелейміз деп, яғни біз олардың тұзағына түсіп қалдық, және де мен осындай әйел жерге көшіп кеткен болатын. Бәсе неғып жалғыз өзің жүрсің деп қоймайды оларды. Мақұл, онда, короче, онда ертең кездесейік, онда ананы бірдеңе істеу керек қой бүгін или ертең бе? Енді көре жатармыз, ол жағын ойланып жатармыз, әзірше қайта қойыңыз. Мақұл. Есінше кешіріп қоясың ғой баяғы үшін, да? Болды. Давай. Бүгін күн жаман өте бар ғой, вообще онан жоқ негізі. Мақұл, әлхамдулилля дейміз.